Сәлем достар, мен бүгін сіздермен осындай тесіктері көп, керемет дәмді блинчик пісіретін боламын. Алдымен 3 жұмыртқамызды шекермен қосып араластырып аламыз. Оның үстіне 350 мл сүт қосып араластырамын. Содан соң сүтпен бірге 350 мл су құямыз. Сосын үстіне 200-250 граммдай ұн қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне 120 мл сұйық май құйып араластырамыз. Сосын жарты шай қасық соданың үстіне уксус қосып араластырып алып, оны қамырымызға құямыз. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Осымен блинидің қамыры дайын, қатты сұйықта қоюда болып кетпеу керек. Енді қызып тұрған табаға құйып, жұқа етіп құйып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз.